Ассаламалейкум, құрметті ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта Рафик Жарылқасын, қоғамдық және саяси белсенділердің біреуі. Өзі осы қаңтар оқиғасында Алматы қаласында алаңда болып, сол жерде бейбіт митингке қатысқан, өз көзімен сол жерде барлық процестерді көрген азамат. Бүгін енді біз сол қаңтар оқиғасының аясында болған барлық процестер бойынша әңгіме жүргізгіміз келіп отыр. Өйткені ол жердегі барлық болып жатқан оқиға қалай болды, неден басталды, биліктің сол жердегі жасаған әрекеттері, ол жерде бір нелер, провокаторлар, бандиттер, немесе жаңа билік айтып жатқандай бір жаңағы олар айтты ғой, 20 000 террорист болды деп сол жерде. Соның бәрін, енді ол жерде ешқандай террорист болмағанын бәрін білеміз, бірақ осы сол процесте, сол алаңда болған азаматтармен сұхбаттасып, осы мәселелерді түйіндеп, аяғына дейін жеткізгіміз келеді. Рафик мырза, ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Сіз енді сол алаңда болғаныңызды біз көрдік. Тек қана мынау YouTube каналдардан емес, әлеуметтік желіден ғана емес, мынау шетелдік каналдар, шетелдік журналистерде сізбен сол жерде сұхбат алғаны белгілі. Вы должны понять, что здесь произошло. Сжатая пружина была спущена впервые за 30 лет. Послушайте, по всем нам стреляли. Все мы прошли через это, но никто из нас не хочет убивать или оказывать давление на другого человека. Пожалуйста, приходите сюда и убедитесь в этом собственными глазами. Мы показываем вам лицо новой страны, и вы должны стать свидетелем этого. Осының бәрін егжей-тегжейлі айтып берсеңіз, бұл өзіңіз қалай сол алаңға бардыңыз, қалай оның бәрі басталды, осы енді сіз тікелей сол жерде сол алаңда болдыңыз, тікелей сол жерде сол тұрған алаңда адамдармен бірге болдыңыз. Сондықтан осы мәселені сізбен сұхбаттасақ. Қош көрдік, Нұржан мырза. Біріншіден әңгімемді рахметтен бастайын деп отырмын. Осында келіп, заң аясында сіздерді арқылы қорғау алып жатырмыз, және өзіміздің көкейкесті әңгімемізді шешуге айтар үнімізді естірту үшін партия, Ел тірек партиясының құрамына кіріп жатырмыз. Соған рахмет үлкен. Қош келдіңіз. Осы тірлігіміз игі болсын дегім келеді. Енді алаңға оралатын болсақ, бастапқы біз ешқандай өмірімде митингке шығып көрмеген адаммын. Сайлауға барып, мысалға өзімнің парақшамдан қарасаңыздар, партиялық сайлау өткен кездерде шетелде жүрсек те барып, қуаныш, мерей сезіммен сайлауға қатысып, өзіміздің азаматтық борышымызды өтеп жүрген азаматтардың бірі едік. Сол күндері интернетте бір ролик көріп қалдым. Жаңаөзеннің жігіттері өздерінің келіншектерінің тамақ істеп, митингке шыққан жігіттерді қолдау үшін келіншектер тамақ даярлап жатыр екен. Соларды түсіріп тұрған жігіт, оңтүстіктің жігіттері еш болмаса осындай болса екен деген сөз мені алаңға шығарды. Енді бағана да айттым ғой, итің ұры десе намысын келетін қазақ. Біз барлық жерде сөзді бастан асыру бізге қиын тиеді ғой әрқашанда. Сол сөз тиіп кетті ғой. Сол сөз тиді, өйткені шынында да рас, енді аурын жасырған қаза әшкерелейді дейді. 30 жыл үндемедік, көндік, тәрбие өнеге соған жатқызып, қойшы үндеме деген әңгіменің бәріне көніп жүрдік қой. Бірақ оңды солды көріп жатырмыз, елдер дамып жатыр, басқа мемлекеттерде қандай мүмкіншіліктер бар, біздің мемлекетте қандай мүмкіншіліктер бар. Әрдайым Қырғызстанмен, Өзбекстанмен, немесе Тәжікстанмен бізді салыстырған намысқа тиеді, өйткені біздің географиялық тұрғыдан да, экономикалық тұрғыдан да Норвегиядан асып түсер үлкен нелеріміз бар, мүмкіншіліктеріміз бар. Неге соның бәрі бала-шағаға дарымайды, неге бізге дарымайды деп көкірегімізде жүрген сұрақтар болатын. Соның бәрі қосыла келе бізді алаңға итерді, алаңға бардық. Бірінші күні барған күні, 5 күні кешке бардық. Шыққанда үйдің қасынан жаңағыдай Желтоқсан Сәтпаев көшелерінің қиылысына шығып, сол жерде жиналсақ,
адамдар келіп жатыр. Ешкім ешкімді шақырмадан, ешкім ешкімді танымайды. Бәріміз сол жерде тұрып, қазағым бар екен ғой, бүкіл батыс шықты, бүкіл қазақ шықты, бізде шығатын күніміз бар екен ғой деп қуандық бір-бірімізді. Қай күні бұл? 5 ақпан. 5 қаңтар күні. Сөйтіп айтты бізге, жігіттер, хабар келді. Жігіттер, тұрыңдар осында, қазір Алматы аренадан халық келатыр, 7000 адам келатыр. Солармен бірігіп шығайық Сәтбаев алаңынан. Жақсы деп бәріміз тұрмыз. Сол артымызда жаңағы желтоқсан ескерткіш тұр. Соның бәрі рух беріп тұр. Мысалға, сол жерде қазақ тепкі көрді, қазақ өлім көрді. Соның тәуелсіздіктің септігі сол жерден басталған көше болғаннан кейін біздің рухымыз көтеріліп, мерейіміз аспанға атып тұрған кез болды. Сөйтіп жиналып күттік. Bir кезде Алматы аренаның халқы келді дегенді көрген кезде алаңға шықтық бізде. Соны алаңға шыға салысымен халықтың көптігінен бізде өзімізде таң қалдық. Масқара не деген, анау алаңға сыймай кетті халық. Біз межелеген бордюрден асып түстік. Сөйтіп полиция кордонына жақындадық. Сол кезде полиция қызметкерлеріне мен айттым, жігіттер, жаңағы мегафондарың бар ма? Халықты мен сіздердің араңызда қақтығыс болмау үшін кішкене сөзге шақырайық деп айтып тұрған кезімізде олар бастарын шайқап, кім арасында жауапты, жауапсыз өздері білмей жаңағыдай ары-бері жүгіріп жүрген кезінде қақтығыс басталып кетті. Оң бүйірден. Енді қазір біліп жатырмыз, оның бәрі провокаторлар болған, сондай әдейі дайындалған топтар бар болған, халықтың ішіне әдейі өтірік сіңіп, сол халыққа қара жағу топтар болған. Содан кейін сөздің де бәрінің ауыздың дәмі кетті, қарадықта тұрдық. Сол жерде жаңағы полициямен бірінші шебі жеңілгеннен кейін, мен шындың керек, олар да мойындасын, жеңілді халықтан. Сөйтіп бірер минуттан кейін мынау Фурманов көшесі жағынан атыс басталды. Жаңағы газбен атты, және анау дауысы қатты шығатын оқтармен атты. Алаңда тұру мүмкін болмады. Мүмкін болмады, біз құладық, жаңағы газға уландық. Сөйтіп әкімшілікке қарай, жоғары қарай шықтық, талдардың арасына кіріп, қатты атыс болды. Енді ондайды өмірімізде біз шығып көрмегенбіз, ондай атысты көрмегенбіз. Үрей болды халықта. Бір мезетте алаң тазаланды. Сөйтіп жоғары қарай шықтық. Жоғары қарай шыққан кезімізде әкімшіліктің талдардың арасында демімізді алып, көзімізді жуып жатқан кезде қарасақ, қақтығыстар әлі жүріп жатыр екен. Полицияның екі анау Рим әскерінің тасбақа шебін құратын несі бар ғой. Сонда екі шебі тұр екен. Онда халық төбелес жоқ, халық итеріп ысырып жатыр. Соның арасында бір майор қалып қалған екен. Сол майор жігітті арашаладым. Көзімізден, мұрнымыздан ағып жатса да, әйтеуір бір мәйіт болып қалып, неде халыққа жағылатын біліп отырып қой енді. Соны арашалап, ол жігіт айтты, біздіңкілер келіссөз жүргізуге дайын, біз жеңілдік деп сол жігіт мойындады. Жақсы, кім келіссөз жүргізеді деп бардық. Жаңағы халықтың ішінен шығарып, ұрғызбай, қаққызбай шығардым да, сөйтіп барып, бір полковникке барып жолықтым. Сіз бар келген десем, мен өз жердің басшысымын, бірақ келіссөзді мен жүргізбеймін дейді. Онда жақсы, атуларыңыз тоқтатыңыздар, бізде халық тоқтатайық, кішкене бір ымыраға келейік. Мынау бекерге қазақ пен қазақ соғысып жатыр ғой. Сөйтіп біраз жерттен кейін артынан оқ тиді. Жаңағыдай дауысы қатты шығатын оқпен атқан екен. Сон анау күртешемнің капюшонының арқасында әйтеуір зақым алмай қалдық. Мен енді Құдай қақты деп ойлаймын. Содан кейін сол оқ... Светошумовая гранатамен атты. Светошумовая граната дәл басыма тиді, желкеме тиді. Анау интервьюда да көрінген ол. Содан кейін уландым, оқ тиді, одан кейін үйге қарай барып жаттым. Ертесіне түске дейін ауырдым. Қатты газдың несі уланған екен, соны ауырып. Одан кейін неге шықтық. Кешке қарай шыны керек тағы да әйелім айтты, қойшы бала шағаң бар, отыр үйде деп. Жақсы дедім, отырайын деп, жаңағы үйдің алдындағы дүкенге шығам, аяғымда әшейін сүйретпеді аяқ киім, және тамақ алуға шығам. Әкезінге сол кезде қазақ жігіттер айтады, аға өсіп жата беріңіздер үйде, мияқта қазақ қырылып жатыр деп тағы да сөз естім да, бұл жатқан болмас. Оян қазақ деген неме келді да, өлең. Бопты онда дедім да, сонымен шықтым тағы да кешкісін.
6 күні кешкісін шықтым. Алаңға бардық. Алаңға барсақ, халық жиналып жатыр, сөз сөйленіп жатыр. Сөйтіп сол кезде хабар келді, ана нені алып жатыр екен деп. Резиденцияны алды деді. Содан кейін ДВД-ға алуға кетті деді. Біз тұрдық, алаңда тұрдық. Сосын сөйде жігіттер, қой жігіттер бұл қарап тұрғанша, мынау мародерлар басталыпты, естіп жатырмыз. Соларға тоқтау болайық деп, Алматының орталық көшелері, мысалға анау Сейфуллинамен түстік, Сейфуллин көшесімен түсіп, Төле биге дейін. Сол аралықта кейін ана неге дейін бардық, Абылай ханға дейін бардық деймін. Сөйтіп сол аралықта мародерлармен кішкене сөйлеп, қойыңдар дедік. Сөйтіп сол жерден тарадық, түнде балалармен. Мародерлар, 1-2 мародер тоқтаттық. Сөйтіп жалғыз өзім келе жатқан кезде мародерлардың тобына тап болдым. Бір жер тонап жатыр екен. Hyundai, жаңа модельдегі Hyundai ақ машинесі бір магазин тонап жатыр екен. Соларға, ей, жігіттер деп едім. Алға Қазақстан деді, аспанға оқ атты. Сонымен қой дедім да, бұл болмас деп үйге қайттым. Қолдарында қару болған? Қолдарында қару болды, иә. Сөйтіп үйге қайттық. Сонымен жетісі болды. Жоқ, сол 6 күн айтпақшы, площадьта тұрған кезімізде қарап тұрып неған кезде ой келді, мына жерде бір журналист, бір камера ештеме көрмедік біз түсіріп жатқан. Әкімшілік, мысалға қорғау органдары, ешкім жоқ қой. Халық әшейін көшеде жүр. Мына жерде тамақ істелініп жатыр, мына жерде жаңағыдай мекемелер өртеніп жатыр. Ешқандай ай дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Бәрі өз бетімен болып жатқаннан кейін, сол жерде мен жігіттерге айттым, бір журналист, блогерлер бар ма? Біз неге шақырайық та, әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарын келсін өз жерге, түсірсін, мынаны көрсін. Өйткені алаңда ешкімнің қолында қару жоқ. Ал ана туыстарым телефонға звондап үйге қайт, қазір атады деп қайта қоңырау шалып жатыр. Қару жоқ, мына жерде ешқандай халық мәз-мейрам жүрген айтайын деп, сөйтіп бір жігітті алып келді. Мына жігітте несі камерасы бар екен, бірақ шығаруға қорқып тұр. Неге қорқасыз деп сұрадым. Сөйтсем айтады, бізге осы сіздердің биліктен не келді, сөз келді, алаңға шыққандардың өміріне жауап бермейміз, өйткені ол жерде жаңағыдай араққа тойып алғандар және вахабистер толып жүр. Қазір оларды атамыз, сіздерді атып жүруіміз мүмкін деп оларға ескерту жасаған екен. Сол ақпарат құралдары ешқайсысы келмеген екен. Ана жігіт енді жүрегі жұтқан екен, мен жалғыз өзім келдім дейді. Кейін естік, Франс пресстің жігіт екен. Сосын қазақ тіліне сұхбат бере аласыз ба деді. Иә дедім. Сол кезде жаңа сұхбат бердім. Сөйтіп капюшонымды көрсеттім. Содан кейін үйге келгеннен кейін интернет қосылды сол кезде. Үйге келгеннен кейін жаңағы өзімнің мынау TikTok'та 1,5 миллион көрілім жинаған ролигімді жаздым. Мынау өзге елдің әскері елге кірмесін деп, өйткені мен ойымша өз қойнына, өз отбасының төсегіне бөтен адамды шақырумен тең ғой ол. Дұрыс па? Өйткені әр үйде ыдыс-аяқ сықырлайды. Біз барып көршілерді шақырып келмейміз ғой, әйелімді тәрбиелеп берші, баламды тәрбиелеп берші деп. Сол намысыма қатты тиді. Ойдан кейін тарихты оқығанбыз, тарихта біраз жайттар бар. Соның бәрі басқа шаптыда сондай мәжбүрлі үндеу жасадым әлем халқына. Одан кейін интернет өшті, жаттық, сон жетісі болды. Жетісі күні азанда шықсам дүкенге, тамақ жоқ. Дүкендердің, сөрелерінің бәрі босап қалған. Үйге келдім, сөрде жағы картоп пен пияз ғана қапты дүкенде. Нан да жоқ, сүт жоқ, атауымен. Сөренің бәрі бос. Соны дүкеншілерден сұрасам айтады, бітті, бізге тамақ әкеліп жатқан жоқ, ешқандай тамақ таситын компаниялар жұмыс істемейді қазір, ешкім телефон көтермейді. Опа, бұл не масқара болды ғой деп, жағы 94 жылы Тараз қаласында 3 ай газ бен свет жоқ болған. Сол кезде біз есімізде далаға тамақ істеп, үйдегілердің бәрі ауылға кетіп, өте қиын қыстау кешкенбіз. Сол қайталанатын болды ғой тағы да дедім да, өйткені өзіңіз ойлаңыз, 2 күн алаңда жүрміз, бір билік өкілін, бір атқамінерді көріп жатқан жоқпыз. Не болады? Мысалға, бүкіл коммуникацияның түбінде бір Вася отыр. Кнопканы басатын, немесе вентильді қосатын. Ол да мысалға мен сияқты ешқандай бастығым жоқ деп, ол өшірсе ертең күні қаланың жылуы қайда қалады, тоғы қайда қалады, соның бәрі ойға келді.
Бұл болмас, онда барып, сол жерге барып кішкене ат салсайық, мынау мародерларды тоқтатып, ол жігіттердің мынау қаланың өмірін қамтамасыз етіп отқан қызметтердің бәрінің жұмысын қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 7 азында шықтым үйден. 7 азында шығып, жолда жігіттер ала кетті, тоқтап, жаяу шыққам. Сөйтіп ол кісілер айтты, жаңа жігіттер, аға бізде мегафон бар машинемізде, айтарыңыз болса сөйлеңіз деп. Жақсы дедім да, онда дәл сол халық жиналып тұрған орталыққа тартыңдар жігіттер дедім. Ортасына кеп тоқтадық, сол жерден шықтым да, ассалаумағалейкум қазағым. Жеңісіміз құтты болсын митингтің, барлықтарыңызға, шыққандарыңызға рахмет. Енді жеңісіміз айқын, мынау билік, құзыретті органдар ешқайсысы мерге бас көтеріп бетін көрсетуге шамалары жоқ. Халықтың жеңген күні. Бұлмен енді өмір тоқтап қалмайды. Ары қарай күнделікті тамағымыз бар, дүкенге келетін және больницалар бар, нелер бар. Солардың жұмысын тоқтатпау үшін мародерлар тоқтатайық, ақылға келейік. Енді саяси лозунгтардың уақыты өтті. Енді кәдімгі ақыр бұлардың бәрі тастап кетіп қалса қаланы, өзіміз қолға алайық, өзіміз басқарып, жаңалардың бәрін реттейік деп айтып едім. Сол жерден қолдайтындай бір 200 жігіт шықты. Қыз жігіті бар арасында. Сөйтіп өзіміз сол жаңа митинг болып отқан топтан бөлініп жоғары қарай шықтық та, сол жерде жаңағыдай бір-біріміздің телефондарымызды алып, қаланың бұрыш-бұрышына жігіттер кетті. Содан кейін сұрады басында, не істейміз, мародерларға қарсы не істейміз? Мародерларға қарсы тек қана телефонды қосасың, камераны түсіресің, бірақ олардың қолында қару болуы мүмкін. Ешқандай айқай шусыз, егерден өміріңе қауіп төніп тұрса, ешқандай ишара қолданбайсыңдар. Өйткені біздіңкі сол материалдарды жинау, ертең оларды жауапкершілікке тарту. Сөйттік, сонымен жігіттер тарады қаланың бұрыш-бұрышына, сөйтіп әр жақтан қоңырау шалып айтып отты, мына жақта мынандай болып жатыр, мына жақта мынандай болып жатыр деп. Барлық жақ тыныш болып отты да, бірақ сағат 4-терде Қалқаман емханасын қарулы топ басып кірді деген хабар келді. Одан кейін сол мезетте солмен қатар Сайын Ташкентский көшелерінің қиылысында қару таратып жатыр деген хабар келді. Және де орыс әскерлері, Ресей әскерлері ескі алаңға келді деген хабар келді. Үшеуі бір дегенде келді, 3 хабар. Содан кейін біз бір жігітке айттық, сіз барып көріп келіңізші, әскер болсын, қандай әскер болса да, Қалқаманға барсын. Олар қазір ақпарат жоқ шығар, қарулы топ сояқта, сояққа барсын деп хабар берейік дедік. Сөйтіп барған жігітімізді автомат кезеп қайтарыпты, атпастаймыз деп қорқытып, ол үрейленіп қағазда әппақ болып келді. Сонымен айтып қой, онда мынауың жақсылықпен бітпейді екен дедік. Сол жерде түсіндік, бәріміздің миымызға келді, берді, атады. Сонымен қазақтың мәйіті лас көшеде жатпасын жігіттер деп алаңды жинауға кірістік. Алаңды жинадық, тазаладық, қоқыстардың бәрін жинап, бары-бері. Сөйтіп медбикелер жүр, сол жерде волонтер болып. Енді қараңызшы, осы жерде бір айта кететін жай, сағат 8-де келді ғой атуға. Сол кезде қолдарында қару бар екен, әскери техникасы бар екен. Неге олар Қалқаман емханасын барып бірінші босатпады? Неге олар қараңғыны күтті? Неге олар сол Фурманов көшесі жағынан келіп, халыққа сөзге келіспей бір дегенде ата бастады? Мынау енді басында біздің билік сол жерде неге атуға жаңағы команда берді, бұйрық берді, өйткені бұл жерде жаңа террористер болды, 20 мың террорист басқа елден кіріп келді деген сондай бір әңгімелер болды. Сондай бір жаңағы заявлениялар болды. Енді сол жерде сіз алаңда бір террористерді немесе бір сондай жаңағы бандиттерді көрдіңіз бе өзіңіздің көзіңізбен? Бір шетелден келген немесе бір басқа тілде сөйлеп жатқан сол жерде? Сізге және халқыма айтарым, қазақ тілінде сөйлемегендер болмады. Тек қана қазақ тілінде сөйлестік. Өзге ұлттың жігіттері болды. Славян нәсілді жігіттер болды. Өзіміздің қазақстандықтар. Қазақстандықтар, олар қазақша сөйлеп тұрғандар болды арасында. Содан кейін жаңағы өзіңізде интернетте ол дәлел ғой. Менің өзіме халық айтты, қазақша сөйле, интервьюді қазақша бер деді. Бұл айғақ, бұл дәлел. Өзге тілде
ары кетсе орыс тілінде сөйлеген шығар. Ағылшын тілінде сөйлеген адам болмады ол жерде. Қазақ пен орыс тілінде ғана сөздер сөйленді. Және де киім бітімі немесе жүріс тұрысы бізге сәйкес келмейтін, өздерінше шоғырланып қару ұстаған жігіттерді, қыздарды көрмедік, болмады. Менің қасымда болған жігіттер бар. Құдай қаласа олардың бәрі жарыққа шығады ғой. Қазір бәрі қорқып жатыр, осындай қуғын сүргін заман болып тұр ғой. Сондықтан мына содырлар дейді, террористер дейді, оның иісі шыққан жоқ. Қару алаңда болған жоқ. Бірақ атыстың бәрі алаңда болды. Бұл сол жаңағыдай театралдық қойым қойылып бар ғой, қазақтың қанымен жуып шайғанды осы болды. Саяси мақсаттарын орындау үшін құрдай қырды да қазақта. Ал содырлар болды дейді. Енді қараңыз, Нұржан мырза, осы жерде бір қызық нәрсе айта кетейін, кеше де айттым журналистерге. Қазақстан әскері 40 мыңдай адам екен. Қазір естіп жатырмыз да. Сонда 20 мың содыр келсе, Қазақстанның әскерінің жартысын әкеліп отыр да. Мына әскердің 40 мың адамды ұстау үшін қаншама шу болып жатыр, айлығы бар, басқасы бар. Оларды дәрет қағаз мен тауып алуға болады ғой, мысалға. Олар бір жерге тамақ ішті, бір жерде тұрды. Қазір интернетте жүріп жатыр, енді Алматыда 20 мың адам көшіп кетсе, пәтердің бағасы түсетін шығар деп, мысалға. Шынымен де ғой, қайда болды олар? Таудың ішінде 20 мың адам өмір сүрді деген масқара ғой. Қайда ол? Өтірік әңгіме. Террористерді сол мынау құқық қорғау органдарымен сол жағалаудан іздеу керек сияқты. Нұр Отан партиясының ішінде, жаңағы мынау облыстарды басқарып отырған әкімдердің ішінде, өйткені бейбіт тұрған адамдарға оқ жаудырып, оқ атқан ол нағыз терроризм. Ал енді ананың арасында біз енді қанша адамдармен сөйлесіп жатырмыз, сол жерде болған, сол алаңда болған, барлығы айтады, ешқандай террорист ол жерде болған жоқ. Мүмкін жаңа провокаторлар болды, ол провокаторлар мүмкін бұның алдында да негізі жаңағы нелер, силовой орган дейді, ұлттық қауіпсіздік комитеті солар дайындаған мүмкін деп сондай көптеген жаңа нелерді естіп жатырмыз біз. Оныңызға келісемін, мен жеке ойым Сағынтаевтан бастап жауапқа тарту керек та. Мысалға халық шығып жатыр, әкім деп қойды оны. Мысалға 20 мың теңгеге жұмыс істеп жатқан жоқ ол, қызметтік көлігі бар, қызметтік тұрғын жері бар, әбден бюджет ақшасының арқасында олардың бүкіл өмірі қалыптасқан. Неге олар сондай кезде өз жұмысын атқармады да? Мысалға халық қалаулы бар. Депутаттар мысалға бар. Неге мынау ескерусіз қару қолдану бұйрығына ешкім қарсы келмеді да? Сонда бас көтерер қой сияқты болды да, қорада қамалып тұрған, бауыздаса бауыздасын, маған тимесе деген әңгіме болды да. Менің ойымша қазір өзін қазақ санайтын, жеті атасын танитын, елім бар, жұртым бар, құдам бар, нағашым бар дейтін жігіттер, қыздар болса, сол парламентте бүгін жұмыстан шығу керек та, осы өздерінің мандаттарын тапсырып, өйткені депутат деген ол халықтың еркін билікке жеткізу мақсат, олардың жұмысы да. Олар мысалға біз соларға сеніп жүрміз. Енді солардың осалдығының арқасында жас балалар қырылып кетті, және де осы күнге дейін қуғын сүргінге ұшырап жатыр. Бұл былай айтқанда Черчилльдің айтқаны бар ғой, сен саясатпен айналысқың келмесе, саясат сенімен айналысады деп. Бұлардың саясатпен айналысқаны сол болды. Қазір біз қуғын сүргінде жүрміз, және де жас балалар. Мысалға ана Айкөркем деген қыз, қаза болып кеткен Айкөркем деген қыздың әкесі әлі күнге дейін балабақшаға барады екен. Қандай ауыр тиеді, мысалға бүлдіршін, бәріміз де сондай бала өсіріп отырмыз. Бұл депутаттарының жағы Нұр Отанның намыс абыройлар қайда, соны түсінбейсің да. Халық қандай өтірікпен келсе де үндемей отыр ғой. Отыр. Неге сол кезде еш болмаса 1% несін көрсетпеді? Мына қақтығыста, мынау қан төгілгені де ол сол диалогтың жоқтығынан болды ғой. Неге сол кезде депутаттар, әкімдер, мынау Ақорданың жаңағы сол жерде отырған азаматтар барып халықпен сөйлесіп, халықты тыңдап, не үшін шығып жатсыңдар мына алаңға? Қандай мәселе? Біз оны қарастырайық, біз соны халықпен бірге шешейік деген бір адам болған жоқ қой, бір депутат болған жоқ ол алаңда. Әкім де шыққан жоқ. Ешкім сөйлескісі келмеді, тек қана жаңағы армия, солдаттар келіп, жаңағы полицейскийлер келіп,
оқ жаудырып жатыр адамдар. Енді сіз қалай ойлайсыз, Рафик мырза, мынау болған осы оқиға, сол қан төгіліске негізгі кім кінәлі? Енді біріншіден бұл енді пафос болып кетті да, бірақ билік кінәлі да. Өйткені халыққа қара жаққанның өзі кінә. Халық кінәлі емес. Диалог жоқтығы кінәлі. Сіз айтқаныңыз рас. Мынау не сияқты да? Бір бағытта жүретін көше сияқты да. Билік бір көшеде, біз бір көшеде, халық бір көшеде. Бізде диванда жатып аналитика жасайтын бауырларымызға айтайын дегенім, біз осылай жата берсек, ертең күні Айкөркемнің қазасынан да қиын жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан біз саясатқа араласуымыз керек, өз мүддемізді қорғауымыз керек, және де қойған билік әкімдерден сұрай білуіміз керек. Ол біздің құқығымыз. Ал үндемей жата берсек, онда ертең күні басқа біреудің, басқа бір мемлекеттің, басқа бір діннің, басқа бір ағымның аясында оянамыз, осылай жата берсек. Сондықтан сіздің айтқаныңыздың сұрағыңызға басты кінәлі немқұрайлық. Өзінің құқығына немқұрайлы қарау. Халық кінәлі емес. Халық әрқашанда расын айтады, шындығын айтады. Тарих өз бағасын береді, барлық болған неге. Мынау мемлекетіміз бай болса да, барлығы мынау кедейдің күйін кешіп жүр халықтың көбісі. Өздері мынау үлкен бір алтын сандықтың үстінде тыр жалаңаш отыр деп айтуға болады. Солай болды ғой. Ал енді сондықтан халық шықты алаңға. Бірақ енді халық алаңға шыққаннан кейін онымен сөйлесу керек қой. Қандай реформаларды өткіземіз, қалай дұрыстаймыз, халықтың жағдайын қалай дұрыстаймыз деп сол жерде сөйлесу керек сияқты. Ал енді мынау Рафик мырза, біз қазір енді анау күнде көрдік. Сіз мына Астана қаласына келіп, біздің партияға қосылдыңыз, ел тірегі партиясына. Одан кейін бір шама сондай бір нелер болды. Бірінші бізге де сондай хабар келіп түсті. Мынау құқық қорғау органдар, жаңа осы қаланың ДВД-сі сізді қазір келіп жаңағы арест жасайды, сізді тұтқындап жаңа неге абақтыға отырғызады деген сондай бір әңгімелер жүрді. Одан кейін сіздің посттарыңыздан көрдік, сіздің әпкеңізге Тараз қаласында келіп сол жерде сұрақтар қойған екен, Рафик мырза қайда деп. Енді біз қазір көріп жатырмыз, барлық нелерде, басқа қалаларда да көптеген сол бейбіт митингке шыққан азаматтар бейбіт митингке шығып, ешқандай бір төбелеспеген, о жерде біреуді ұрмаған, жаңа бірдің магазиндерді тонамаған азаматтарды соларды кейбір кезде алып кетіп жатыр. Оларды сол неге абақтыға тығып жатыр. Бұл енді дұрыс емес бір сондай не сияқты. Бізде мемлекетте презумпция невиновности принцип жұмыс істемейді қазір. Қазір жаңағы қолына, менің бір өзімнің тұжырымым бар, билік өз қауқарсыздығының ызаланып, халықтан өшін алып жатыр қазір. Өздері қауқарсыз болды ғой. Анау, сіз айтасыз, мен де оған келсем, бізде соны айтып жүрдік та, жалаң бұтымен алтын сандықтың үстінде отыр ғой. Сол бұты халыққа деп бір еңкейген кезде көрініп қалды артының бәрі. Соны көріп қойды деп, ызаланып, енді соны халықтан алып жатыр да, сен көрсеттің деп. Енді ақылды басшы әрқашанда өз қателігін мойындай біледі ғой. Сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді қазақ айтады, жағылмайтын жақ жоқ дейді. Неге біз сол жағы мынау теоретик Маркс пен Энгельстің идеалдарымен әлі өмір сүріп жатырмыз? Бір басшы сөйлейді, соныңғы ол Құдайға теңеледі. Бұл дінімізге де қарсы, әдетімізге де қарсы нәрсе ғой. Жаңада ақсақалдарды айтып жатыр, қазақта қанша биші болса, сонша бишінің қасында Бұхар жырау сияқты үлкен кісілер отырған қасында шындық айтатын. Бұл соны өшін алғанда, ал қырдың қазақты, ал тағы да өлтірдің. Мысал қараңыз, енді сол 5000 адамның әрқайсысының өлгенде 5 туысы бар. Сонда қаншама қарсы халықты туғызып алды өздеріне. Ал енді сол 5000 адамы қоса 10.000 адамды тағы жаптық дейді. 9-нан бастап Қазақстан шарлап шықты Нұржан мырза. Біраз жерге Қайрат Рысқұлбековтың туған ауылына да бардым. Сол жерде ақсақалдармен сөйлестім, қалай болды мынау кезінде. Өйткені мен өзім түсінгім келді, мен өмірім ары қарай қалай болады. Ұсталсам не болады? Қатысқаным үшін ешкімді соққан жоқпын, ұрған жоқпын, тағы да айтамын. Бір адамның дүниесіне немесе жеке
басына қауіп төндірген жоқпын. Тек қана өз жаңа халықпен болайын деп митингке шықтым. Егер де сол үшін сотталып кетіп жатсам, өліп кетіп жатсам, бала шағам не болады деген менмен сол Қайраттың ауылына да бардым. Сонда мына теледидар арқылы өтіріктің әбден төккен. Бұлай болып жатыр, бұлай болып жатыр. Бір содырды көрсетпеді. Ұстаған содырлары Қырғызстанның әншісі болып шықты, музыканты болып шықты. Ол не деген масқара? Ол мынау 86 жылды Рафик мырза айтып кеттіңіз, 86 жылда сондай болған ғой. Міне 86 жылдарда сол кезде де айтқан, наркомандар бәрі жаңағы сол алаңға шыққан нелер, есірткінің несімен под воздействием наркотиков, бұлар жаңағы балаларды өлтірді, адамдарды өлтірді, сондай бір террорист деп жаңағы сол кездегі совет үкіметі солай желтоқсаншыларды сөйтіп соларға қара жаққан. Сөйтіп барлық жаңағы неге халыққа бұлардың бәрі шыққандардың бәрі террорист, наркоман деп сөйтіп көрсеткісі келді. Енді сол кезден ештеме өзгерген жоқ сияқты. Қайтадан да қазір бұлардың бәрі наркоман, вахабит, бұлардың бәрі жаңа террорист, 20 мың террорист шетелден келді деп. Ал енді қазір біреуін де көрсете алмай, соларды дәлелделмей жатыр. Бірақ сіз дұрыс айттыңыз, мен ойлаймын, биліктің енді қателіктері болды осы неде. Бірақ ол қателіктерді қазір түзеу керек сияқты. Ол үшін ең біріншіден мынау жаңағы біздегі еліміздегі олигархтарды, мынау халықты тонаған, халықтың байлығының бәрін ұрлап, өздері тек қана барлығын шетелге шығарып жүрген көптеген жаңағы азаматтар, солардың бәрін жауапкершілікке тарту керек. Олардың ұрланған жаңа байлық ақшалардың бәрін шетелден қайтадан мемлекетімізге қайтару керек. Одан кейін менің ойымша қазір осы қаңтар айында мынау кім кінәлі? Кім сол бейбіт адамдарды алаңда тұрған, немесе вообще там әшейін өзімен өздері жаңа көшемен келе жатқан сондай адамдарды атып өлтіргендердің барлығын жауапқа тарту керек сияқты. Қазір мен ойлаймын, президент Тоқаев қазір қоғамдық сондай бір тәуелсіз комиссия құру керек сияқты. Осының бәрін зерделеп, тергеп, соның бәрін жаңа қарап, кім кінәлі, солардың бәрін жауапкершілікке тарту керек сияқты. Одан кейін осындай жағдай қайтадан қайталанбау үшін енді 30 жыл осының бәрін шыдап келдік қой. Енді қазір мен ойлаймын, қазір үлкен саяси реформалар өткізу керек сияқты. Мынау саяси партияларды тіркеу керек. Мынау қоғамдық бір белсенді болып жүрген азаматтарға жол беру керек. Олардың дауысын есту керек, халықтың дауысын есту керек. Парламент құру керек. Жаңа парламент. Мына қазір отырған дармаяттар, кеше ғана жаңағы олар Назарбаев пен оның қасындағы жүргендердің бәрін, жаңағы жаламайтын жерлердің бәрін жалап сөйтіп жүрген азамдар, енді қазір сол жаңа келген президент жаңа Тоқаевтың оны бәрін несін жалап жүр. Енді ары қарай тағы бір адам келетін болса, олар оны да сөйтеді. Сондықтан бұл жерде Тоқаевтың өзіне де ойлану керек. Бұндай адамдармен жұмыс істеуге болмайды. Олар кәдімгі нақты нелер ғой, жаңа сатқындар. Бүгін қалай кім билікке келеді, соның артынан жүріп, соның жаңағы барлығын жасап жүретін нелер. Бұл дармаяттардың бәрін ол жерден құртып, жаңадан сайлау өткізіп, нағыз халық сыйлаған, халық сайлаған, халық сенетін азаматтар сол парламентке келу керек сияқты. Олар жаңа шындықты айтатын, халықтың көкейінде жүрген нәрселерді айтатын. Өйткені егер президент сол сайланған депутаттармен сөйлесіп, солардан халықтың мұңын естімейтін болса, егер ол депутаттар жеткізбейтін болса, онда ертең алаңда тұрған көптеген халықпен сөйлесуге мәжбүр болады. Өйткені ол жерде уже сөйлесетін адам да болмайды. Солай болды ғой. Міне кеше қаңтарда біз оның бәрін көрдік. Сондықтан саяси партиялармен сөйлесу керек. Парламентті дұрыстап сайлап, халықпен сайлаған азаматтармен олар жеткізіп отыру керек. Дұрыс түрде, заңды түрде, мынау салихалы азаматтар келіп президентпен сөйлескен кезде осындай қазір мына проблемалар бар, осыны бірлесіп шешейік. Бізден қандай көмек керек? Мына неден биліктен қандай көмек керек деп сөйтіп соның бәрін шешіп отыру керек сияқты. Енді біз қазір үлкен үміттеніп жатырмыз. Осы президент Тоқаев осы нәрселерді жасайды. Ең бірінші мен ойлаймын, қазір халықтың бір сенімділігін қайтару үшін президентке, билікке қазір осындай бір қоғамдық осындай бір комиссия құрылу керек.
тәуелсіз жаңа билікке қатысы жоқ жаңа тәуелсіз комиссия құрып осының бәрін тергеп кім кінәлі сол кінәлі адамдарды жауапкершілікке тарту керек. Ол бірінші. Екіншісі жаңаға айтылған мына халықты тонаған, халықты осы 30 жыл қанын ішіп жүрген нелер адамдар, олигархтар солардың бәрін құрту керек. Олардың бәрін жаңа жауапкершілікке тартып, солардың ұрлаған қаражаттары шетелден елімізге қайтарылу керек. Үшіншісі саяси реформалар өткізіліп, осы саяси партиялар тіркеліп, осы қоғамдық белсенді болып жүрген азаматтарды тартып, мынау қазір түрмеге жазықсыз отырғызып қойған жаңағы азаматтар бейбіт митингке шыққан, ешқандай жаңа ешкімді ұрып, тонамаған, ешкімді өлтірмеген азаматтарды солардың бәрін бостандыққа шығару керек. Содан кейін мынау өзіңіз сияқты Рафик мырза, қоғам белсендісі, халықты ойлап жүрген азамат, өзінің намысы бар, өзінің осындай бір батырлығы бар деуге болады. Әрбір адам жаңағы үйтіп алаңға халық үшін шыға бермейді. Сондықтан осындай азаматтарды қудалауды тоқтату керек. Өйткені осындай азаматтар қудаланатын болса, ертең билікке деген сенімсіздік және осы билікке деген қарсылық халықта бұл көбейе береді. Содан кейін қайтадан осындай қаңтар жаңа оқиғасы қайталана береді. Сондықтан мен ойлаймын, енді мына билікте қазір осындай үлкен шанс бар, осының бәрін түзетіп, дұрыстап, саяси реформа өткізіп, басқа да дұрыс қадамдарды жасап, халықты біріктіруге. Дұрыс айтасыз, соған келісемін. Менің осы ел тірегі партиясы сіздің қасыңыздар, қатарларыңызға қосылып жатқан себептерімнің бірі сол. Өйткені енді бұл шындықты, мысалға мені интернеттен көрген, шетел ақпарат құралдарынан көрген шетелдегі таныс жігіттер, таныс кісілер кел, қаш, сені тірі қалдырмайды, сені өміріңе қауіп төніп тұр, сені бас сауғалауға көмектесеміз дегендер болды. 2 рет елден шықпақшы болдым, бірақ өзім түсіндім, қашып кеткенде пайда жоқ. Мен ешқандай қылмыс жасаған жоқ, неге мен қашуым керек, біріншіден. Екіншіден, ар жақты, бер жақты сараласам, өзіңізді бұрыннан танимын ғой, бұл қазір бір дегенде бәрін қопара салудың қажет етекшасы дұрыс емес. Сіз айтқандай, қазір бәрімізге шанс берілді. Президентке де, әр жерде отырған әкімшіліктерге де, және осындай саяси шешім қабылдауға себепкер болатын азаматтарға да, ол кісінің қасында да нелері бар ғой, көмекшілері бар. Халықты біріктірудің шансы бар. Бұл мүмкіндік өтетін болса, бәрімізге қиын болады. Отан біреу. Өйткені қазір сол бір отанымыздың ертеңгі күннің сұрағы туындап тұр ел басында. Ешқайда кете алмаймыз. Кете алмаймыз. Өзіміздің еліміз. Тастап кетсек, қазір бәріміз қашып кетсек, бұл байлықтың, бұл керемет жердің бәрінің егесі табылады. Сондықтан қазір бәрімізде өткен жағдайға қорытынды жасап, дұрыс мемлекет құрудың, халықпен дұрыс диалог құрудың жұмыстарын жасауға жақын тұрған өзіңізді білемін, және осы ел тірегі партиясының ешқандай радикалдық, мынау қару алып, шап, ондай бізге болмайды. Біз жай ғана құқық аясында, саяси процестер аясында жасалатын жұмыстар қатысуымыз керек. Сөйтіп мемлекетіміздің еңсесін көтеріп, халқымыздың ертеңге деген үмітін арттыруымыз керек. Сол мынау жастарда, мысалға, жаңада сіз айтып жатқанда бір ойыма келді. Желтоқсан көшесінде болды мысалға көтерілістің басында Алматыда. Енді Қаңтар көшесі қасында пайда болады ғой. Сонда бұл диалог болмаса, ақпан, наурыз деп кете береміз ба? Сонда қанша жыл керек, қанша ғасыр керек? Қазақ өзі түсініп, не қылу үшін? Сол үшін қазір осындай заманда бір мәмілеге бәріміз келіп, өзіміздің конституцияда, ата заңымызда жазылған принциптер бойынша саяси қозғалыстардың бәрінің көзін ашуымыз керек. Саяси процестердің бәрі ашық болу керек. Мынау ұрлық, жемқорлықтың бәрі соның арқасында туындап отыр.
бәріміз бір Құдайға табынып, жаңағы біреуді пір тұтып, соған сөзіне сеніп отырмыз. Жаңағы қазір отырған депутаттар ә десе жатады, Б десе тұрады мысалға. Олардан пайда жоқ қой. Ал кәдімгідей мемлекеттің ішінде саяси процестер толық болу керек. Сол болу үшін бүкіл өзіміздің қабілетіміз жеткенше қызмет етуге сіздің қасыңызға келіп отырмыз, Нұржан мырза. Мемлекетіміз үшін, халқымыз үшін, мына билікте үшін бір үлкен шанс пайда болып жатыр. Мына қоғамның бәрін біріктіріп, халықтың бәрін біріктіріп, үлкен жетістіктерге мына қазақ халқы жетсін деп, соған бәріміз бірігіп, бір жұмысты жасап, сонда мен ойлаймын, бір осындай қақтығыстар да болмайды ертең. Үлкен мемлекетіміздің енді несі өте жақсы ғой, жолы үлкен. Мен ойлаймын, жаңағы ертең үлкен осы орталық Азияда бір көшбасшы болатын мемлекетпіз. Көшбасшы болатын халықпыз. Мына қанша кезінде айтып жүрді, мен де өзіңіз білесіз, жаңағы парламентте болдым. Бірақ парламентте ананың бәрін көріп, сол жерде отыра алмадым. Өйткені адамның намысы болатын болса ішінде, ол ондай парламентте отыра алмайды. Өзіңіз айттыңыз ғой, жаңа шығып кету керек ондай парламентте. Мен сол бір жылдан астам уақытта, сол 2020 жылдың желтоқсанында осы парламенттен және Нұр Отан партиясының өз еркіммен кеттім. Өйткені намысы бар адам, есі дұрыс адам ол жерде отыра алмайды. Мынау қазір мен ойлаймын, жаңағы барлық қоғам белсенділері, саяси партиялардың төрағалары, оппозицияда жүрген біраз мырзалар, барлығы бір-бірін қолдау керек. Мына бір-бірімен бас қосып, мына ары қарай қалай жұмысымызды жүргіземіз, биліктен қандай талапты қоямыз, ол талаптар қандай болу керек. Әр қайсымыз біреу ана жақта бір талап, екінші екі жақта бір талап көтермей, онда биліктің өзі айтады, сендер немене, біреуің былай айтасыңдар, біреуің былай айтасыңдар, кімді тыңдаймыз деп айту мүмкін. Сондықтан біз бәріміз басымызды қосып, осы белсенділер, оппозицияда жүрген саяси партиялар, сөйтіп билікке бір талап қоюымыз керек сияқты. Ал енді билікке осы оппозицияның өкілдерін, оларға құлақ асып, халыққа құлақ асып, тыңдап, қандай мәселелер бар, сол мәселелерді шешуге барлық ықпал жасау керек сияқты. Сонда ғана мына қоғамымыз бірлікте болады, сонда ғана мына халқымыз бірлікте тату, мен ойлаймын, сол кезде ғана бір үлкен жетістіктерге жете аламыз. Ермек Нарымбай мырза Қазақстанға ұшып келуге жаңа сондай бір не жасады. Алдында ол маған хабарласқан болатын, осыдан бір апта бұрын осы Қазақстанға келейін деп жатырмын. Мен сол кезде айтқан болатын, Ермек мырза, енді былай көріңіз, бұл жерде мынау келсеңіз, сізді тұтқындауы мүмкін, ондай бір не өте жоғары деп, ондай бір риск дейміз ғой енді, соны өте жоғары, сондықтан қараңыздар, біз енді әрине мынау әлеуметтік желілерде былай жаңағы сізге қолдау көрсетеміз, керек болса бұл мәселелерді көтеріп адвокаттармен бірге жаңа не қылармыз, бірақ осындай сізді тұтқындау құқық қорғау органдарымен оның жаңа қауіпі өте жоғары деп айтқан болатын. Енді ол кісі былай бір жағынан батырлық жасап, осы Қазақстанға ұшып келді, Алматы қаласына. Оны сол түскен жерінен, самолеттен түскен жерінен сразу тұтқындап, жаңағы қазір СИЗОға отырғызып қойды деп ойлаймын. Мынау осыған көзқарасыңыз қалай? Енді Ермек ағамыздың бұл қадам өте батыр қадам. Қолдаймыз оны. Өйткені соншама жыл елінден алшақ тұру деген оңай нәрсе емес. Мына 1,5-3 апта мен өзім отбасымнан айырылып бөлек жүрдім ғой. Өйткені жағдай Қуат Хамидті көрдік қой қалай болған. Сол менің басыма төніп тұр деп ойладым да, мен де үйден кеттім мысалға. Неше түрлі ойлар келді. Сол кезде мен түсіндім, мына шетелде тұрып, сол Ермек сияқты ағаларымыз қандай қысым көріп, қандай отанға деген сағыныш сезімі не қылған. Енді мен ойлаймын, биліктегі кісілерге қазіргі мынандай қиын заманда Мандела керек жоқ. Ол кісі бостандыққа шығады деген сенімдім мен. Және де мысалға
бір үйде өскен баланы сен басқаша ойлайсың деп өлтіріп тастамайды ғой ешқандай ата-ана. Сол сияқты бәріміз бір үйдің баласымыз ғой. Әркімнің өз ойы болуы мүмкін, өз көзқарасы болуы мүмкін, иә. Сондықтан саяси көзқарас үшін қудалану ол мынау қазақтың сағын сындырған сұрақтардың бірі ғой 37-ші жылы мысалға. Қаншама біздің керемет азаматтарымыз сол саяси қудалаудың арқасында қол үзіп қалдық. Енді сол момент қайттан келіп тұрған сияқты да қазір. Сондықтан мен айтам, ол кісіге бостандық беру керек, ол кісіге мүмкіншілік беру керек. Ол осы жерде, осы елде еркін тұрып тұруына құқылы азамат. Сондықтан ол кісіге бостандық беру керек деп ойлаймын. Ермек Нарымбай мырзаға да, басқа да саяси тұрғыда қудалау көрсетіп жатқан азаматтардың барлығы бостандыққа жақын арада шығу керек. Мен өзімде ана күні сол қаңтар оқиғасы болған кезде 5 күні біз осында митингке шығып, Астана қаласында сол жерден бізді спецназбен алып кетіп, абақтыда 21 күн сол жерде отырып шықтым. Мен енді түсінем, оларда 21 күн жаңағы мен осы нелерге қатыспасын, жаңа митингтерге қатыспасын деп сөйтіп жаңа бір нейтрализация жасаған сияқты, бірақ енді әлі де үміттеміз. Рафик мырза, енді қалай ойлайсыз? Мына соңғы сұрақ. Қазақстанды алдымызда осы елімізді не күтіп тұр жақын арада? Бізді әрқашанда жақсы болашақпен арманымыздың орындалу күндері күтіп тұрған сияқты да. Бірақ оған қауіп, мысалға президентіміздің, екінші президентіміздің айтқан бір қызық сөзі бар да, орындалмай жатқан. Болды, бұл өтті, парақты ауыстыратын уақыт келді, келесі параққа өтейік дейді. Ал халық келесі параққа өткенімен құзырет органдар неге сығалап бұрынғы парақ арқылы басқаларын тонап қырып жатыр қазір мысалға. Мен сізге айтайын, жаңалық па жаңалық емес пе, 20 миллион теңге дейін мысалға сұрап жатыр екен, іс қозғалмау үшін да. Маған айтады, саған 20 миллион теңге керек дейді мысалға. Ол да қауесет болуы мүмкін, немесе шындық болуы мүмкін. Коррупция басталды. Соны айтып жатырмын ғой. Біз ол жаңағы қазір неден қаштық, соған қайтып. Соны айтып отырмын ғой. Жаңағы қасқырдың ауыз жесе де қан, жемесе де қан, қазір оны рас болу несі өте жоғары, мысалға. Сондықтан мен ойлаймын, бізді керемет болашақ күтіп тұр. Бірақ сол болашақты бізге аспаннан ешкім салбырап тастамайды. Оны өз қолымызбен жасауымыз керек, сол үшін еңбек етуіміз керек. Кімнің қай жерде қолынан келеді, сол еңбегін жақсы атқару керек. Мысалға енді ақыр осыншама жылға келіп, өзіміз осы жасқа келіп осындай шешім қабылдап жатырмыз ба, онда бізде шындық айта үйрену керекпіз да. Сонда бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Ал егерден жаңа қызыл қанды жігіттер, мынау Ақорданың айналасын торып жүрген қызыл қанды жігіттер болса, солар горячие головы дейді ғой, елді басып тастаймыз, жаншып тастаймыз десе, ол қателік. Ол жаңағыдай жақсылықпен бітпейді. Онда оларсыз біталатын әңгіме болады да, оларсыз болатын Қазақстан болады. Енді ол кісілер өздері шешім қабылдау керек. Ақорданың ішіндегі де, сыртындағы да, маңындағы да ойлану керек. Халықты тыңдайтын уақыт келді, халықпен диалог құратын уақыт келді. Тек қана жаңағыдай бір жағынан бүйірден тесіп шыға алмайсың, халық бәрібір жеңеді. Сондықтан мен ойлаймын, бізді жақсы керемет болашақ күтіп тұр деп ойлаймын, Нұржан мырза. Үлкен рахмет, осы бүгін бізге келіп, біріншіден біздің партияның қатарына қосылғаныңызға, екіншіден осы шындықты ащы болса да, осы шындықты айтып отырғаныңызға. Енді мен ойлаймын, билік тарапынан осындай сізге ұқсаған жігіттерге осылай бейбіт митингке шыққан, ешқандай ол жерде қылмыс жасамаған, біреуді ұрмаған, біреуді тонамаған азаматтарды, өзінің халқы үшін патриот азаматтарды қудалау бұл билік тарапынан өте үлкен қателік болады деп санаймын. Бірақ мен енді ойлаймын, біздің билікке де ақыл жетер, осындай жігіттерді өзіңіз сияқты қудаламай, заңды түрде жан-жақты осы патриоттарды тартып, солармен диалог жасап, солармен әңгімелесіп, Қазақстан болашағы қандай болу керек, қалай жұмыс істейміз ары қарай, қалай бірлесіп бәріміз осы Қазақстанды жақсартамыз, қалай халықтың жағдайын жақсартамыз. Осындай керемет мемлекетіміз бар. Ертең біз ана күн енді көріп жатырмыз да, ОДКБ-ның әскері кіріп жатыр біздің елімізге. Ондай нәрселер болмау үшін қалай жұмыс жасауымыз керек деген сияқты, соны барлығымыз бірлесіп
осындай бір жұмыс жасауымыз керек сияқты. Рахмет, Рафик мырза. Сіздермен болған Нұржан Альтаев. Ел тірегі каналын әрқашанда қарап отырыңыздар. Осында шындықтың бәрін айтып отыратын боламыз.